Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында осындай шелпек жасайтын боламыз. Керекті заттар мінекей: сүт, жылы су, май, дрожж, тұз. Бірінші сүтімізді құйып аламыз, сосын жылы суымызды құямыз. Өте дәмді болып шығады, істеп көрсеңіздер болады. Тұзымызды саламыз. Тұз салып, май саламыз. Май салсаңыздар өте тамаша жұмсақ болып шығады. Дрожжымызды салып, жақсылап араластырып, кішкене ғана 2 қасық құм шекер қосып жіберемін. Өздеріңіз қалауыңызша қосам десеңіздер, ұнатпасаңыздар сол тұзбен істей берсеңіздер болады. Електен өткізіп ұнды дайындап алдым мен. Жақсылап тұзы ерігенше араластырып, ұнымызды саламыз. Өте дәмді жұмсақ болып шығады. Арнама тіркеліп, лайк басып, подписка басып, тіркеліп кетіңіздер. Мен тағы да видео салатын боламын. Өте оңай. Жақсылап июі қанғанша істесек, өте дәмді болып шығады. Дәмі тіл үйіреді. Жасап көрсеңіздер болады. 5 минуттан кейін біздің қамырымыз осылай ашып шығады. Өте керемет жұмсақ болып шығады. Оны мен шелпек жасаймын. 9 бөлікке бөліп алып, оқтаудың көмегімен жақсылап жайып аламын. Сосын осындай жұмсақ, әп-әдемі, дәмі тіл үйіретін шелпек болып шығады. Көрсеңіздер болады.